Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге корейский салатты қалай оңай және тез жасалатынын көрсететін боламын. Ендеше лайк басып тіркеліп, менің YouTube каналымның сілтемесін достарыңызға жіберсеңіздер болады. Бұл оригинал рецепт. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Бізге бірінші 4 морковь, 1 жуа, 1 чеснок. Чесноктың тек 1 штуы керек болады. Осындай неше түрлі приправалар, перец, паприканың ішінде қара бұрыш бар. Менде қара бұрыш біткендіктен осыны қосатын болдым. Және де 70% уксус. Май, тоз, секер, приправалар. Және де осындай тверка керек болады. Осы тверкамен морковымызды өткіземіз. Мінекей мен тверкадан морковымды өткіздім. Енді газге табамызды қойып, жуамызды жақсылап тұрып турап. Жуаның қалай туралатыны маңызды емес, жай туралса болды. Және де чесногымызды тверкадан өткізіп қоямыз. Мен табам қызды, үстіне майын құямын. Және де қып-қызыл қатты қуырып кетпеу керек. Жуа күйіп кетпеу керек. Жай қызарса болады. Міне осылай сүзіп алып тастайын, бізге жуаның қажеті болмайды. Мен барлығын алып тастадым, тазалап. Енді жаңағы тверкадан өткізген морковымызға үстіне бүткіл приправаларын саламыз. Тоз, секер, бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, чесногын, уксусын құйып, жарты қасық уксус құямыз. Осыны құйып болғаннан кейін үстінен жаңа ыссы шемешек майымызды құямыз. Қанша грамм, неше грамм салынатыны ол төменгі сілтесінде бар, сілтемесінде. Сондан қарасаңыздар болады. Мінекей менің корейский салатым дайын болды. Ас болсын.